Сәлем достар, бүгін біз PicsArt приложениясы арқылы осындай фото жасайтын боламыз. Бұл үшін PicsArtқа кіріп, өзімізге керекті фотоны таңдаймыз. Сосын инструменттің ішіндегі обрезать дегенді басып, фотомызды қиып аламыз. Қимасаңыздар да болады. Эффектіға кіріп, блюрды таңдаймыз. Оның ішіндегі размытиені басамыз. Келесі настройкаға кіріп, яркостьті -20-ға қоямыз. Контрастты 39-ға туралаймыз. Резкость сол қалпы тұра береді. Насыщенностьті 45-ке апарамыз. Тон 0-де тұра береді. Освещениені -27-ге апарамыз. Тенді 35-ке, температураны 21-ге қоямыз. Бәрін біткен соң галочканы басамыз. Суретті галереяға сақтау үшін жоғарыдағы стрелканы басамыз. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркел.